Саламатсыздар ма? Күнделік газетте ата-аналарыңыз және оқушыларыңыздың кіру белсенділігін қалай көре аламыз? Ол үшін мектеп, одан кейін есептер бөлімін басамыз. Есептер бөліміне кіргеннен кейін, мұнда күнделік газеттегі белсенділік, жалпы және жеке деген бар. Жекені басасыздар. Жекені басқаннан кейін мына жерде барлық сынып, ата-ана, қызметкер барлығы шығады. Бұл жерден оқушыларды басасыздар. Оқушыларды басқаннан кейін мына жерде оқу жылдары бойынша берген, айлар бойынша берген, және бұл жерден өз сыныптарыңызды көре аласыздар. Мысалға, жаңа бастадық 4-ші В сыныбы. 4-ші В сыныбы бойынша бүкіл оқушы шығады. 23 оқушыны екінші бетіне де қарай аласыздар оны. Міне, бұл жерде не беріледі? Сыныбы беріледі, кірулер саны беріледі. Мысалы, Сейдулла Мирас бір рет кірген. Және ол дүйсенбі 6 ақпан күні 2023 жыл. Кірулер мобильді қосымшасымен, мобильді қосымша ата-аналар мен оқушылар Android бойынша және iPhone моделі бойынша соңғы кіруі баланың күнделігін соңғы қарауы. Мына жерде толық барлық ақпарат беріледі. Мысалы, Нұрлан Арыстан 95 рет кірген. Жалпы 1 тамыздан 31/7/2023 жылға дейінгі аралық бойынша. Және ата-аналарыңызды да көре аласыздар. Ата-аналар бойынша бір ғана ата-ана тіркелген. Бұл жерде Молдан Жайран деген ата-ана 4-ші В сыныбы, бірақ ешқандай да кірмеген. Тура сондай нәрсе 8-ші жас сарбаз ашып көрейік. Бұл жерде де тура сондай жағдай, яғни 90 рет кірген Динара Тұңғышбековна. Бұл және Android қосымшасымен 88 рет кірген. Соңғы кіруі, яғни сейсенбі 28 ақпан 2023 жыл. 99 рет, міне Android қосымшасымен 94 рет, 107 рет, 99 рет Android қосымшасымен көрген. Баласының бағасын қарап отырады. Мұғалім және ата-ана бұл кісілер. Тура осылай көре аласыздар барлығын. Айлар бойынша, яғни қаңтар айында қанша рет кірген, қалай көрді деген секілді толық ақпарат осы жерде бар, есептер бөлімінде. Ол үшін мектеп, есептер, соның төменгі жағында күнделік газеттегі белсенділік, жалпы жеке деген бар. Осы бойынша көре аласыздар. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.